Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз. Мен Еркетай Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Жоламанова Райгүл. Мен зерттеуші байқауына қатысамыз. Мен Ыдрис Айнат. Мен Ижана Көркем. Мен Ижана Каусар. Мен Жоламанова Еркембін. Балалар, мен сізге жұмбақ жасырамын. Сіз шешесіз. Иісі жоқ, дәмі жоқ, пайдаланбас адам жоқ. Су. Дұрыс. Ал су бізге не үшін керек? Ішуге, тамаққа, Балалар, ал ол су кімге керек тағы да? жануарға, өсімдіктерге. Дұрыс. Барлық әлемге су керек, жақсы ма? Су тіршілік көзі. Сусыз өмір бар ма? Жоқ. Иә, дұрыс айтасыз, сусыз өмір жоқ. Ал балалар, сумен түрлі тәжірибеде өткізуге болады екен. Ал балалар, суда түсі, дәмі, иісі бар ма? Жоқ. Жоқ, дұрыс. Ал оны өзгертуге болады ма? Иә. Болады. Ал кәне, Аянат, суға не саласың? Қалай өзгертесің? Ванилин, да? Ванилин саласың. Ал Көркем, сен не саласың суға? Тұз. Сала ғой, Кәусар. Не саласың суға? Бояу. Араластырамыз қасықпен. Еркем, сен не саласың? Шекер. Саламыз, араластырайықшы қасықпен. Жақсы. Ал қасықтаңыз алып қойды. Ал қараңызшы. Өзгерді ма? Сала ғой, сала ғой. Араластырайын. Мықтап араластырайын. Ал су өзгерді. Иісі бар ма, Аянат? Иә. Қандай иіс бар? Дәмді. Дәмді күшті иіс шығарды. Ал Көркем? Ащы ішіп қарадың ба? Ащы дәм шығарды. Ішіп қаршы? Ащы ма? Ал Кәусар, сенде қандай түс болды? Жасыл түс болды да? Еркем, сенде дәм өзгерді ма? Иә, қандай дәм болды? Қандай дәм болды? Дәмді. Тәтті да? Тәтті, дұрыс. Судың өзі мөп-мөлдір болады екен. Тап-таза мөп-мөлдір. Суы иісі де жоқ, дәмі де жоқ, түсі де жоқ. Бірақ оған қандай зат саласың, ол соған айналады. Жақсы. Ұнады ма сізге бұл тәжірибе? Иә. Балалар, келесі тәжірибемізге бізге шикі жұмыртқа керек екен. Сосын су және тұз. Біз бір стаканға 3 қасық саламыз, Аянат. Саламыз, иә? Ал Кәусар 3 қасық стакан тұз саламыз. Және Еркем 10 қасық саламыз. Салып, жақсылап араластыру керек. Қане сала қойшы. Араластырды. Араластырамыз. Болды, қасқала қояйық. Ал шикі жұмыртқамызды салайықшы. Не болып шығады екен, көрейік, ма? Сала ғой. Саламыз, көрейікші. Не болды екен? Сала ғой, қорықпаңыз. Не болды екен? Не болып шықты? Көрейікші. Еркемнің жұмыртқасы қай жерде? Еркем? Үстінде. Бетінде не істеп жүр? Жүзіп жүр. Иә, қалқып жүр. Ал Аянаттікі? Аянаттікі қайда жұмыртқа? Қай жерде? Астында. Ал Көркем, сенікі? Астында. Ең астында түбінде, да? Сенікі қай жерде? Ең астында, да? Кәне, тағы бір салып көрейікші, Аянат. Жоқ, сен салмаймыз. Тек Көркеммен кім салады? Аянат сал, жоқ, су құйма, тек тұз салайық. Тұз салайықшы. Тұз салайық. Тұзымыз аздау болып тұрау деп Кәусармен кімдікі. Аянат, сал. Біздің жұмыртқамыз ортасына бару керек. Кәне, кімді пісірейік. Астында тұзы көрмесе, дұрыс езілмейді. Екі салып. Қарашы, Кәусар не болды? Жұмыртқа қай жерде? Жұмыртқа ортасында Жұмыртқа ортасына жүзіп жүр, да? Ортасында жүзіп жүр, иә. Аянат, сенікі қайда жүр? Жұмыртқа қай жерінде жүр? Ортасында қалқып жүр, да? Жүзіп, иә. Ал Көркем, сенің жұмыртқаң қайда жүр? түбінде. Ең түбінде, да? Балалар, ол нені білдіреді, білесіз ба? Ол деген суға тұзды мөлшерін көп салған сайын, ол су тығыздылығы күшейеді. Сосын оған салған жұмыртқа бетіне шығады, қалқиды бетінде. Ал су мен
Düzü bir salınsa, ол ортасында қалқып жүреді. Ал таза суға жұмыртқа не істейді? Батып кетеді түбіне, я, дұрыс. Ал сізге ұнады ма? Тәжірибе ұнады ма? Маған да ұнады. Сау болыңдар, сау болыңдар.